Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз конференциямыздың екінші бөліміне көштік. Бүгін біздің қонақта арнайы мамандар келіп тұр. Мынау рухани жаңғыру жобасының ұлттық бағдарламасының 6 қағидаты бар. Бұл білімнің салтанат құруы, бәсекелікке қабілеттілік, прагматизм, эволюциялық дамуы, ұлттық бірегейлікті сақтау және сананың ашықтығы. Я Шыңғыс, дұрыс айтасың, осы 6 принциптің аясында біздің секциямыздың тақырыбы да таңдалды, яғни білім, парасаттылық және ұлттық бірегейлік. Қош келдіңіздер. Мен ойлаймын, біздің диалогымыз ресми емес, ашық түрде болады. Еркін форматта. Еркін форматта, өте дұрыс Шыңғыс. Бірінші біздің сұрағымыз Жанар Қалиқанқызы өзіңізге. Яғни ұлттық жаңғыру деген ұғымының өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Осы тұста біріншісі ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек дейді мақалада тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Осыны кеңінен біздің көрермендерге ашып берсеңіз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Көп рахмет сұрағыңызға, Ақерке. Бұл қағидаттардың бірінің ішінде ең маңызды қағидаттардың бірі деп айтуға болады. Себебі қазір уақытта 13 жоба, арнайы жобалардың ішінде 9 арнайы жоба осы бағытқа арналған. Соның ішінде атағым келеді, соның ішінде ұлы даланың 7 қыры, оған кіретін ұлы даланың есімдері деп айтуға болады. Сонымен қатар киелі сакралды география, Қазақстанның 9 жоба дедік. Соның бәрі 13 жобаның ішінде осы ұлттық бірегейлікке арналған. Ал енді басқа қағидаттарға келетін болсақ, мысалы бәсекеге қабілеттік, немесе сананың ашықтығы, білімге, білім салтанатқа құру деген сияқты эволюциялық даму бойынша жобалар шамалы. Сол себептен мен бұл тақырыпты ашқан кезде қазіргі уақытта ұлттық бірегейлік толыққанды осы жобалар арқылы ашылып отыр деп айтуға болады. Жаңа айтып отырмыз, мәдениетке, салт дәстүрлерімізді дамыту, тарихқа көңіл бөлу, осы сұрақтар жан-жақты ашылған осы жобалар арқылы халыққа жеткізіліп, түсіндіріліп, оның маңыздылығын көрсетіліп отырады. Бүгінгі күні мен осы ұлттық бірегейлік сұрақты қозғаған кезде ең алдымен осы біздің ұлтымыздың бәсекеге қабілетті сұрақтарын тоқталғым келеді. Себебі қазір уақытта әрине біз мына жаһандық бәсекеге қабілет индексін алатын болсақ, біздің еліміз 55-ші орында. Өте жақсы көрсеткіш. Енді дегенмен де, мысалы, келесі көрсеткішті алатын болсақ, мысалы, жаһандық инновациялық қабілеттігі елдердің, 70 елдердің ішінде біз өз территориямыз бойынша Үндістан мен Түркия қатарлас тұрмыз, яғни 3-ші орын аламыз. Бірақ жалпы инновацияларды енгізу бойынша біз дәрежеміз өте төмен. Әлі де жұмыс жасау керек дейсіз. Сол себептен бұл білімге салтанат құру сұрақтарына, бәсекеге қабілеттілікті дамыту, осы сұрақтарға, сананың ашықтығына, осы сұрақтарға көңіл бөлсек деген жалпы біздің Қазақстандық қоғамдық даму институты, рухани жаңғыру институты осы сұрақтарға көп назар бөліп жатыр. Жаңа жобаларды ұсынып жатыр. Соның ішінде әсіресе прагматизмнің дамуы. Жаңа жобалардың ішінде қоғам қуаты жобасы деп айтуға болады. Сонымен қатар қаржылық сауаттылықты дамыту. Құқықтық мәдениет. Құқықтық мәдениет, медиацияның дамыту, медиалық сауаттылық. Осы сұрақтарға көңіл бөліп жатырмыз. Жанар Қалиқанқызы, өте дұрыс айтасыз. Жаңа 13 арнайы жобаны айтып кеттіңіз. Қазіргі таңда 20-шы жылы Шыңғыс рухани жаңғыру бағдарламасына тағы да 4 арнайы жоба қосылды. Атап өтетін болсақ, өнем қоғам қуаты, еңбек елді мұраты, дәстүрмен ғұрып және өзіңіз айтпақшы құқықтық мәдениет. Осы тұста айтып өтетін мәселе, Жанар Қалиқанқызы сөзіңіз аузыңызда бағана прагматизмге қатысты да ой бөлісетін болсақ, қазір қонағымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің серіктестік департаментінің басшысы
Расул мырза келіп тұр екен. Расул мырза, жалпы қазір қоғам арасында көптеген түрлі сөздер жүріп отыр. Одан бөлек қазір мысал үшін жергілікті атқарушы органдар рухани жаңғырудың мысалы ретінде театр ашылса немесе соған сәйкес бір ақпарат келіп қалатын болса, соның бәрін рухани жаңғырудың шеңберіне, аясына кіргізіп тастайды. Жалпы бұған қатысты өзіңіз мынау үлкен мекеменің жоғары лауазым атқарып отырсыз, осы бағытқа қатысты бір ақпарат берсеңіз, ойыңызды бөліссеңіз. Рахмет. Жалпы енді рухани жаңғыру дейді, одан кейін елбасымыздың әрине осы рухани жаңғыру мақаласының нәтижесінде өзіңнен баста деген принципі бар. Сондықтан да әрине бұл жерде кез келген азамат, кез келген дүниені өзінен бастау керек. Енді бүгінгі таңда өзіміздің қызметімізге келетін болсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі болғандықтан, енді білесіздер, бүгінгі таңда қоғамдағы негізгі өзекті мәселелердің бірі осы жемқорлық. Енді рухани жаңғыруды айтатын болсақ, егер де мәселен ата-бабамыздың кезін айтатын болсақ, осыдан бірнеше ғасырлар бұрын бізде жемқорлық деген мүлдем болған емес. Бұл дүние қайдан келді деген кейде сұрақ туындап жатады. Қоғам өзгерді ме, адам өзгерді ме деген сұрақ туындайды осы жерде. Кейбіреулер адам өзгерді дейтін болса, кейбіреулер жоқ, бұл қоғамның өзгерген дейді. Осы жерде осы рухани жаңғыруға және де өзінен баста деген принципке келетін болсам, мен айтар едім, біз әркім өзінен бастауымыз керек. Әр азамат пара бермеу керек, және де міндетті түрде параны алмау керек. Енді одан кейін қазақ айтады, ел болам десең 5 күнде түзе дейді. Сондықтан да міндетті түрде 50 жылда ел жаңа дейді. Сондықтан да бірте-бірте, егер салыстырмалы түрде қазір айтатын болсақ, бүгінгі таңдағы қоғамда біздің мемлекетте сыбайлас жемқорлық фактілері бірте-бірте азайып келе жатыр. Енді былтырғы жылмен салыстырған кезде биыл 7-8%-ға мәселен осындай сыбайлас жемқорлық фактілері азайды. Бұған қалай жол беріліп жатыр? Әрине ол біріншіден мынау алдын алу жұмыстарының нәтижесінде. Енді мысалы парасаттылық деп жатырмыз ғой, білім беру жүйесіне байланысты жалпы жастарды соның ішінде осындай дертке қарсы қою, осындай дерттен алшақ қойылуға байланысты көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Мәселен, бүгінгі таңда 3300-ден астам мектептерде адал ұрпақ деген бізде клубтарымыз бар. Университеттерде, жоғарғы оқу орындарда 800-ден астам саналы ұрпақ деген осындай клубтар бар. Осы клубтарда бүгінгі таңда біздің агенттіктің қызметкерлері, қоғам өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, мемлекеттік органдардың жалпы қызметшілері келіп, осы жастарға жалпы парасаттылық деген не екеніміз, әділдік дегеніміз не екенін, жалпы біреудің затын алуға байланысты прагматизм, патриоттық сезімдерін ұштастыра отырып, осы дүниелерді үйретіп жатыр. Құқықтық мәдениет деген осы емес па, шыны керек? Айта беріңіз, сөзіңізді жалғастырып. Сондықтан да осындай жұмыстарды бүгінгі таңда біз үйретіп жатырмыз. Әрине, мектеп баласына парақорлықты түсіндіру өте қиын. Жалпы ол не екенін. Бірақ дегенмен бүгінгі таңда жастар оны біледі. Оған қосымша біз жалпы біреудің затын алуға болмайтындығын, мектепте оқып жатып, үй жұмысын біреуден көшіруге болмайды деген сияқты осыны былайша қарапайым заттарды түсіндіре отыра, болашақта осында белгілі бір заң бұзушылықтарға жол бермеуіне өз үлестерімізді қосып жатырмыз. Мәселен, тағы да бір санаға байланысты айтайын. Енді болашақ бағдарламасымен, әрине осы тұңғыш президентіміз елбасымыздың арқасында болашақ бағдарламасымен Англияға барып оқып келдім. Сол жерге барып бір таңғалғаным, университеттің студенттері бір-бірінен көшірмейді. Және де егер де газет журналдардың өзінен бір мақалалардан бір сөйлемдерді алатын болса, оны өзінің тіліне ауыстырып, басқаша жазып, және де авторын қосып жазады. Өкінішке орай біз әлі оған жеткен жоқпыз. Плагиат жоқ дейсіз ғой. Плагиат бүгінгі таңда енді енгізіліп келе жатыр. Бірақ біз осы мәселелерді қолға алуымыз керек. Жалпы сол жастардан бастап тәлім тәрбиені беріп, осындай сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті тудыруымыз керек. Ақерке, мына жерде Расулдың жалпы сөзін жалғастырғым келеді. Социология зерттеулері бойынша қазір уақытта мысалы 7 жыл бұрын заңға бағынушылық көрсеткіштері 0,01 болатын. Қазір уақытта бұл көрсеткіш 3-ші позицияға көшіп отыр. Яғни қоғамдағы заңға бағыну, заңды білу деген көрсеткіші өте жоғары. Заңға бас иген құл болмайды демекші. Енді білім саласын ақырындап сырғып келе жатырмыз. Бұл тұста жаңағы Расул мырзаның айтқанына
бір мезет тоқталып кетсем, Нұрсұлтан қаласында 90 мектеп бар бізде. Сол 90 мектептің бірінде рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша іс-сапармен барғанда мектепте мынандай дүкен бар екен. Дүкеннің сатушысы жоқ, адалдық дүкені, міне сол тұста айта кетейін дегенім ғой. Сатушысы жоқ, бірақ товарлары жатыр. Жаңағы келген оқушы ақшасын қойып, адал түрде, ешкімді алдамай, шынайы ақшасын қойып, керек тауарын алып кетеді екен. Міне осыны да жалпы рухани жаңғыру деп айтуға болады ғой, Шыңғыс? Әрине, бұл жерде енді Расул мырза, Жанар Қалиханқызы, бұл кісілер осы саланың нақты мамандары, осы бағытта жұмыс істеп отқан адамдар, сол міндеттерін атқарып отқан азаматтар ғой, былайша айтқан кезінде. Енді ортамызда белгілі коуч, осы блогер, көп балалы ана Құралай ханым отыр. Жалпы сіз енді сала жауапты маман емессіз, соны іске асырып отқан азамат емессіз, бірақ сонда да осы бағытта үлкен қызметтер, жұмыстар атқарып отырсыз. Шыңғыс, мен ойлаймын, Құралай ханым өзінің 1.100.000 подписчигіне жауапты ханым. Құралай Серікқызы, сөз өзіңізде. Жалпы сіздің инстаграмыңызды қарап жатсақ, сіз жаңағы әйелдердің санасын жаңғыртамыз дейсіз. Егер елбасы рухани жаңғыру деп қоғамның жаңғыруын айтатын болса, сіз әйелдердің санасын жаңғыртам дейсіз. Осы тұста тақырыпты аша кетсеңіз. Қайырлы күн. Ақерке, көп рахмет. Біз студент кезімізде осы саясаттану деген сабақ болды. Сол жерде біздің профессор сұрақ қойды. Үңгір баяғы ғасырлар бұрынғы миллиондар жыл бұрын адамдардың жаңадан өмір сүріп жатқандағы ең мықты ресурсы не деді? Үңгірден кәдімгі адам, ер азамат далаға, қорқынышты аңдардың жанына, жаңағы суыққа қандай бір күшпен шықты деді. Не үшін шықты деді. Сосын студенттер әртүрлі айтты. Тамақ үшін, су үшін, жылулық үшін, от үшін, жеміс жинау үшін, әртүрлі. Сол кезде жаңағы ол кісі дұрыс емес деді. Ең мықты ресурс ер азаматты күшпен далаға шығаратын, осындай 40 градус суықта, ол әйел деді. Ең мықты ресурс, ең қызығатын, азаматты алдыға жүргізетін, шығаратын, қалаларды алатын, сарайларды салатын, бұл әйел деді. Енді кезінде баланы бағудың өзі қиын болған. Қазіргідей 40 күн оны сорпалап, жуындырып отыратын не жоқ. Үңгірдің ішінде түрлі вирус бар деген секілді. Сондықтан мықты әйел ғана, ақылы бар әйел ғана, кемеңгер әйел ғана өзінің баласын белгілі бір кәмелет жасқа жеткізе алған екен. Сондықтан сондай әйелге, ақылды әйелге кәдімгідей тартыс болған екен. Жаңағы үлкен тайпалардың ішінде тартыс болған екен. Соны түсіне келе, енді қазіргі заманда білім алу деген ол бір Гарвардқа барып, болашаққа оқып келіп, жаңағы үйдегі ауылда отырған әйелді дырылдатып, ойбай сен білім алуың керек деу емес. Бұл сананың ашықтығы, сананы трансформациялау деп қазір біз бүкіл әлеуметтік желілерде бір тренд болып кетті ғой бұл. Ондай емес. Менің ойлағаным мына Зере әжеміз секілді, Абайдың, Шоқанның Айғаным әжесі секілді. Әйелдің бойындағы бір парасаттылық. Әлемді тербеп отырған әйел дейді ғой. Әрбір мықты азаматтың артын қарасаң, әйел тұрады, мықты әйел. Мықты чемпиондардың отбасында, чемпиондардың өздерінен олимпиаданың біздің Қазақстанда сұрап жатсаң, анам дейді. Тіпті осы Америкада бір мықты тренер бар екен. Оның жаттықтырған баласының бәрі чемпион болады екен. Сонда ол кісіден сұраған ғой, бір күн алып келген кішкентай баланы. Керемет, мына бала мықты көрсеткіш көрсетіп жатыр. Бүкіл мектептегі ең мықты осын сіз жаттықтырыңызшы, чемпион жасайсыз десе, анасын әкеліңдер деген ғой. Сон жоқ, бұл бала керемет, бәрі мінімін десе, бірінші мен анасымен танысып алайын деп. Сондықтан әрбір енді мықты чемпионның артында да ана тұрады. Мен осы праймеризге қатыстым осы жылы 2020-да. Сол жерде менің өзімнің программам әйелдің 4 түгелі. Әйелдің, қазақта айтады ғой, 4 тұтқыбылаң түгел болсын деп. Сол әйелдің 4 түгелі ол денсаулығы, ол тұрақтылығы. Әйел ештеңеден қорықпай отыру керек. Ертең менің күйеуім кетіп қала ма, немесе жаңағы жұмыстан босап қала ма, немесе балам оқи алмай қала ма деген секілді емес. Әйелдің бұл тұрақтылығы. Одан кейін әйелдің дамуы, әйелдің білімі. Осы төртеуінің ең бір ішіндегі қазығы ол білім. 4 түгел ер азаматтарға да болады екен негізі. Болады, иә. Бірақ енді мен өзім көбінесе әйелдің бір көңіл күй түссе үйде кейде күліп жазып жатам, тарақандар да жыбырлап кетеді деп. Әйелге байланысты 40 еркек бір үйді толтыра алмайды дейді. Ал бір әйел бір үйдің бүкіл жаңағы күн шуағын шығарып тұратын әйел ғой. Сондықтан біз әйел азаматтарға, мен өзім ойлаймын, мына Астанаға көшкен кезінде 25 жылдай болып қалды. Біздің бүкіл жаңағы күшіміз, амбициялы жастар, ер азаматтар бәрі үдере көшті. Бизнеста, ол бүкіл үкіметтік жұмыста да көбінесе біз жаңағындай үйде отырған аналар, 3 бала, 4 бала, 5 баламен
сол өзінің азаматына деген бір күшін, жігерін, бүкіл ақыл ойын, энергиясын беріп отырып, бір артта қалып кеткен секілді. Сондықтан мен сол ауылдағы, оны мен байқағаным, осы 42.500 алдық ИГОВтан жаңағы. Сол кезде менде өзімде жұмысшы болып жүрген қыз карантин кезінде ауылына қайтты. Келген кезде айтады, мен апа 200 000 теңге ақша таптым деді. Қалай таптың сен карантинда жатып десем, телеграмда жаңа ботқа кіріп, қосып, жаңа Каспиге ЭЦП төлеп, сөйтіп бір көршіме беріп едім, көршім тағы біреу айтты, ананың қызы деген төлей алады екен. Сонда қарапайым мына ботты қолдану, телеграмды қолдану, ИГОВты қолдану біздің қазіргі жаңа технологиялар қолдану арқасында ол білім деген соған бәрі кіреді. Әйел жан жақты болса, ол баласына түсіндіре алады, ол баласына қызық болады. Мысалы, заман дамып жатыр, иә. Әйел адам қазір өзінің iPhone 1 болып қалса, ол қызықпаймыз ғой қазір iPhone-ның бұрынғы жаңадан шыққанда, иә? iPhone 12-ге, 11-ге қызығадымыз. Сондықтан мен әйел адамдарға сұлулық жағынан да, парасаттылық жағынан да, денсаулығымен де, ол бір жарыс, бәсеке емес, шын өзінің жүрегіндегі бір мейірімділігін толтыру арқылы жан жақты болса, ол ер азаматтар бізде қорқады, мысалы, әйелім өсіп кетсе, біліп кетсе, тоқтата алмай жатыр. Қорқасыз ба шын? Біліп кетсе, өсіп кетеді деп, бірақ әйел білімді болса, бала өседі. ханым, міне үлкен коуч екен, міне осы әңгіменің арқасында байқалып отыр. Енді шынымен ақ ер азаматтардың артында үлкен аналары тұр, үлкен жан жарлары тұр. Осы тұста Расул мырза, жалпы әйел адамдарға қазір семинар тренингтер өте көп. Рухани жаңғырудың бір түрі ғой. Осы ер азаматтарға да қажет ау деп білемін мен өз басым. Себебі біз жеке мықтылар көп, бірақ топтасып, бірігіп, осы жерде рухты көтеру мақсатында кішкене баяулап қалып отқан сияқтымыз. Ер азаматтарға жауапкершілік қажет сияқты осы тұста. Ер азаматтарға да бір мықты коучтер қажет па? Расул мырза, не дейсіз? Қажет шығар, барлығына қажет. Дегенмен Құралай ханыммен толық келсем, әйел азаматы бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді дейді. Және де тағы да бір мақал бар. Жаман еркекті, жақсы әйел жаман еркекті адам қылады дейді. Жаман әйел жақсы еркекті надан қылады дейді. Сондықтан әрине әйел азаматтарына көп нәрсе байланысты. Осы жерде енді мынау біз сыбайлас жемқорлық фактілерінде зерттейміз ғой, түрлі зерттеулер жасаймыз, психологиялық зерттеу жасаймыз. Және де жақында психологтармен де осындай бір зерттеулер жүргіздік. Және де ол азаматтардың айтуы бойынша да өкінішке орай кейбір осындай әйел азаматтары күйеулеріне де кері әсерін тигізетіндер де болады. Қайта ақша сұрайды, қайта ақша сұрайды, мен мынандай шуға киім келеді, анадан қалып кеттім, iPhone 1 емес, маған 10 керек, 12 керек деген сияқты. Сондықтан да әрине осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мүмкін Құралай ханым да ертең болашақта өзінің аудиториясына да осы мәселелерді жеткізіп, осындай дұрыс, бағана Зере анамыз да айтып жатыр ғой, саналы түрде, салихалы, дұрыс, мәселен, ер азаматтарын прагматизм арқылы даму дейсіз ғой, дұрыс жолға сүйрейтін болса, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Осы тұста Жанар Каликан, рухани жаңғыру бағдарламасының да басты мақсаты осы отбасыдан басталмай ма? Отбасыдағы атмосфера, отбасыдағы бір-бірімен сыйластық. Жаңағы айтып отырғанымыз, барлық 6 қағидаттың да өзі осы отбасынан ақ басталады. Дұрыс қой, иә? Жалпы өз ойыңызды білдіріп өтсеңіз осы жерде. Қазір уақытта жаңағы біз Рухани жаңғыру институты көптеген социологиялық зерттеулер жүргізеді. Соның ішінде де қазір уақытта біздің респонденттеріміз 70%-дан аса, яғни бүкіл білім, тәрбие отбасында беріледі деген жалпы түсінік білдіреді. Ол өте жақсы көрсеткіш. Бір жағынан ол енді дәстүрлі қоғам дегенді айтады бір жағынан, екінші жағынан мен ойымша ол тәрбиемен байланысты болғандықтан бүкіл жаңа дүниеге деген дайындылық деген сияқты барлық осы білім деген сияқты барлық даму ол осы отбасымен байланысты. Дегенмен де қазір уақытта мына бірнеше өңірлерді қамтыған кезде мына жастарымыз, Алматы жастарымыз елдегі енді өз-өзіне сену деген сияқты,
күші ол тек қана Алматы қаласының жастарына тән екен. Сіздердің өткізген зерттеулеріңіздің қорытындысы ретінде айтып отырсыз. Яғни мысалы қиын осындай сұрақ қойылды. Қиын жағдайда мысалы сіз кімнен көмек сұрайсыз, кімге оны айтасыз деген сияқты сондай сұрақ қойған кезде мысалы өңірлердің көбі 16 өңірлердің көбі жастары, яғни мен ең алдымен ата-анама айтам, ата-анамнан көмек сұраймын, ағамнан, басқа жалпы ағаларымнан, енді әпкелерімнен көмек сұраймын, олармен ақылдасамын деген ол жақсы көрсеткіш. Бірақ тек қана Алматы жастары, олар тек қана өзіме сенем деген осындай жауап берді. Бір жағынан ол енді осы жастардың енді әрине білімге құштарлығы, сананың ашықтығы деген сияқты осындай жалпы көрсеткіштерді білдіреді. Енді бұл жерде ой түйіндейтін болсақ, жалпы жаңа айтып отырсыз ғой, 16 өңірдің жастары ата-анама жүгінем дейтін болса, бұл енді бұл қазақ халқының менталитеті деп түсінеміз. Ал енді Алматы жастары бұл жаңа буын, жаңағы тағы өзіңіз айттыңыз, сананың ашықтығы, білімнің салтанат құруы, бәсекелікке қабілеттілік, прагматизм, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық даму, ұлттық бірегейлік, бұның бәрі жаңағы жаңа толқында кездеседі. Менің ойымша біздің тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың да жалпы өзінің мақаласында да ойы осы болған сияқты. Енді бүгінгі кездесуіміз ой түйетін болсақ тағы да Ақерке, енді расында да прагматизм арқылы даму, әйел адамдардың ер азаматтарға қоғамға деген орны, жауапкершілігі, одан бөлек мынау өңірлердегі осы рухани дамуға, рухани жаңғыруға қатысты статистикалық мәліметтер келтірілді. Енді құрметті қонақтарымыз осы бүгінгі эфирімізді аяқтау барысында өздеріңіздің бір түйін сөздеріңізді күтеміз. Жүсіпбек Аймауытовтың сөздерінің бірі ұлтты сүю деген еңбегі бар. Онда осындай сөздер айтылған. Енді ұлтты шынайы жақсы көру, сонымен қатар оған аянбай қызмет ету, ол қоғамды, елді ары қарай дамуына, ілгері дамуына осындай жақсы бір әсер тигізеді деген сияқты. Осындай азаматтар көбірек болса, онда біздің еліміз әлдеқайда осы бәсекеге қабілетті елдердің мысалы 50 қатарына кіреді деген сенімдемін. Енді осы тұрғыда менің ойымша біз барлық күшімізді салуымыз керек. Бүкіл қоғамдағы институттар, тек қана мемлекетке сенбей, қоғамдағы барлық бірлестіктер бар, ұйымдар бар, білім ошақтары бар деген сияқты. Жеке азаматтың жаңа айтып отырмыз, адамның өзінің жауаптылығы болу керек деген сияқты. Ел алдында, енді отбасының алдында, өз алдында жауаптылығы болса, менің ойымша біздің еліміз әлдеқайда дамыған елдердің қатарында болады деген ойдамын. Рахмет, Жанар Қаликанқызы. Расул мырза, сөз өзіңізде. Қазақ айтады ғой, отан отбасынан басталады дейді. Сондықтан да міндетті түрде осы отбасыдан біздер бастауымыз керек. Жастарға әсіресе дұрыс тәлім-тәрбие беруіміз керек. Неге өйтіп айтамын? Өйткені өкінішке орай кейде отбасыда балдарға мына мамандық таңдау кезінде ата-аналар қателесіп жатады. Балам, қызым, сен әкім бол, сен прокурор бол, сен судья бол деп жатады. Неге? Деген сұрақ туындайды. Өйткені аталған азаматтардың белгілі бір дәрежеде билігі бар, белгілі бір рычагтары бар. Соны болашақта мүмкін сіз қолданасыз деген бір ойды салып жатады. Осы ойдан аулақ болуымыз керек. Керісінше отанға ел үшін пайда алып келетін мамандықтарды ұсынуымыз керек. Сол бала қай мамандыққа икемі келеді, сол мамандықтарды ұсынуымыз керек. Сондықтан да осы бағыт бойынша әрине отбасыда осындай қателікті жасамауға шақырамын. Рахмет. Құралай Серікқызы. Мен негізі осы әйелдерге арнап көп лекциялар оқығаннан кейін көбісі айтады, сен әйелдерге жауапкершілікті артып жатсың, ер азаматтар қайда деген секілді. Бірақ қазақтың өзі, атам қазақтың сөзін айтсақ, әкемді алсаң ал, Құдай шешемді алма, шекпен тігіп берсе де өлмеймін ғой деп. Әйел құласа әлем құлайды, баланың әлемі құлайды. Сондықтан менің айтып жүрген нәрсем әйелдің мықтылығы, әйелдің тұрақтылығы, әйелдің өзіне өзі деген сенімділігі барлығы бұл білімнен келеді. Әйел білген кезде, әйел саналы болған кезде, ол
ол отбасын да құлатпайды, өзінің қасындағы жарын да құлатпайды, және ол сол өзінің отанына деген күшін, ұрпақтарын, баласын дайындап әкеп береді. Бәрекелді, өте құнды ақпарат болды, қажетті мысалдар келтірді. Жалпы бүгінгі қонақтарға үлкен алғысымызды білдіріп, алдағы уақытта осы ұлттың жаңғыруы, ұлттық рухтың өрлеуіне қатысты әрқайсымыз қажырлы еңбек атқарып, жемісті болсын деп айтқым келіп тұр. Иә, шыны керек, Шыңғыс Жанар Қалиқанқызы бізге статистикадан өте керек ауқымды ақпарат берген болса, Расул Мырза өзінің халық арасында антикор деп аталатын ұйымның жұмысымен таныстырып өтті. Ал Құралай Серікқызы бізге психологиялық бір рухани азық берді деп айта аламыз. Соның ішінде әйел қауымына баршаларыңызға уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Осы бүгінгі кездесуіміз ұлттың рухани өрлеу атты конференциямызды осымен жабық деп жариялайық. Қорытындылайық. Рахмет сіздерге үлкен.